Міне достар, мен мына телефоным енді мынау Google Sheets деп тұр ғой. Мен телефоным қазақша болған соң Sheets дейді, Google таблица деп тұрады негізінде. Осы таблица. Осы бағдарламада негізі көрсетейін деп тұрмын. Бірақ бірден кірген жоқпын, себебі мына жұмыс үстелінде міне желтоқсан жоспары деген тұр ғой менде. Осыны сілтеме ретінде, ярлык ретінде қойып қойған. Бұл дегеніміз бізге жаңа хронометражға бірден кіруге мүмкіндік береді. Себебі біз күндіз барысында әрдайым кіріп отырамыз, сол үшін бірден басқан кезде ішіне кіру үшін бізге ыңғайлы етіп жасалды. Одан кейін мына хронометраж мен қалай жасаймын. Жалпы мынау төбеде бірінші қатар ол бекітіліп тұр да менде. Төбесіне біраз нәрсе жазған, бірақ сіздерге көрсетпей қойын деп тұрмын, ол мен өзімнің жеке заттарым есептеледі. Одан кейін көріп тұрғандарыңыздай мына жерде сағат, мына жерде әрекет және болжамды уақыт деген қойған, бірақ ол көп нәрсе жасамаймын, ол болжамды уақыт деген себебі әзірге пайдасы жоқ деп ойладым. Мына қараңыздар, бұл жерде мысалға қазір мен не істеп отырмын, видео түсіріп отырмын ғой. Сонда мен мына жерге жазамын. Видео түсіру дей саламын да. И одан кейін қазір уақыт қанша болды? 15:26, осыны мен көрсету керекпін. Бұл енді бағдарламаны жетік меңгерген кезде уже уақытты бірден басасың, 15:26 деп шығып тұрады, міне кетті. Енді қараңыздар, бұл маған қандай пайда береді? Бұл видео түсіріп отқанымды мен уже миыма сигнал берем да. Егер сіз болса жазып қоймасаңыз, сіз жалпы көп адам өзіне өміріне байқадым, не істеп отқанымды білмеймін. Осыны пайдалану барысында мен өзіме сұрақ қоятын болдым. Мен қазір не істеп тұрмын деп. Сөйтсем мен барамда бір шай ішемін деймін да, жолда барып телефонға қарап сообщение келсе, телефон шұқылап кетемін, сәлден кейін ананы істеп ұмытып кетемін деген сияқты. Ал егер видео түсіру деп қойдым, осылай келесі тапсырманы уже келесі уақытта мысалы жазамын. Уже қазір уақыт қарасам 15:27 болып тұр. Одан кейін қосымша мынандай ойыңызға не келеді? Соны жазып қойсаңыз болады. Мысалы мен редактирование жасау керекпін да. Редактирование деп қоямын. Бұл енді ұмытпау үшін да. Кейін жазсам да болады, бірақ қазір жазсам мен ұмытпаймын да. Бірақ кейін мысалға мен редактированиеге уақытым жетпей, мысалға шай ішетін болсам, шай ішу деймін да. Дәл сол уақытта мен уже шай ішіп кетсем, кіремін да, бүйтіп шай ішуді басамын. Бұл маған уже не береді? Шай ішетін уақытта тез шайыңды ішіп тұр деген сигнал болып, былайша айтқанда. Илон Маск айтпақшы 5 минутта тамақ ішуге болады деген сияқты. Шай ішуді осылай жазып қойсаң, шай ішіп болған соң телефон шұқылап отырып қалмайсың да. Тез шайыңды ішесің, ары қарай не істесем екен деп телефонға қайтадан кіріп уже көресің. Сосын сабақ түсіру деген сияқты. Сабақ жасау дей салайын мысалға. Осылай кіресің, бірден сабағына кірісіп кетесің. Уже қарасаң сағат 16 болып отырды. 16:00 уже сен қарайсың, жарты сағат шай ішіппін ғой дейсің да. И ары қарай сабағыңа уже уақыт бөлесің деген сияқты. Хронометраж деген осы. Ал енді бірден қосымшаларды айта кетейін. Мысалға мына сағат менде бірден шығып тұр ғой. Бұны жасау үшін сіздер мына осы бағанды басасыз. Сосын мына А деген мәзірге кіріп, ұяшыққа өтесіз. Сосын астында мынау сандық формат деген бар. Яғни осы қатардың, столбиктің форматы қандай болады? Менде мысалы қарасаңыз автоматты деген бар. Автоматты десең ол қуып кетеді. Жай мәтін деген нәрсе бар. Одан кейін мен астына өзіме керегін тауып аламын, іздеймін, күн, уақыт деген таңдаймын. Сонда уақыт болады. Егер мен күнді таңдасам, мына жерде мен басатын болсам, маған сағат емес, уже күн шығып кетеді да. Күнді тез қою үшін 17 ма, бүгін 17 болып тұр. Ал енді қайтадан міне мәзірге кірем, ұяшық, сандық формат дегеніне кірем. Формат бойынша тұрады, әртүрлі сандық формат басқаша аталып. Қайтадан уақыт таңдаймын, міне. Уже уақыт 15:29 болып тұр қазір. Уже аяқтау деген сияқты. Осы видеоны аяқтайын деп отырмын да. Жалпы осындай хронометраж. Одан кейін қосымша дәл осы таблицаға әртүрлі нәрсе жазсаңыз болады. Мына жерге армандарыңыз жазсаңыз болады. Хронометраж тұр. Арманда уже арманның атауын жазасыз мына жерге. И одан кейін тұсына бірнеше жолға не жазасыз. Немесе осы жолды бір ненің ішіне не арман екенін түсіндіріп жазасыз. Сол кезде сіз ойыңыз жинақтала бастайды.
не үшін оны армандап отқаныңызды біліп жүресіз да. Менде бірнәрсе нелер парақшалар ашып қойған, міне орталық деген бүкілін басқарамын да мен осы жерде. Хронометраж, бұған әлі кіріспедім. Жалпы бұл да мысалға мына жер орталыққа, мына жерге күнді жазам, бүгінгі күнді. Одан кейін хронометражға жалпы жазатын нәрсем жоқ. Ақша дегенге, ақша туралы не ойладым, соны жазсам болады. Мысалға арман тақырыбын әр күнде не істегенін білесің да, кейін осы орталыққа кіріп бүкіл күнде қалай өткізіп жатқанына бүйтіп қарап шықсаң болады. Ал содан кейін бірінші қатарда бекіту тұр ғой. Осыны көрсетуге дейін ол үшін әр қатарды бекітесіз. Мысалы керекті қатар бірінші қатарда бассам, үстіне басамын, одан кейін көбініктен ашып босату деген көрінсе, босату десеңіз төбе кетіп қалады да. Қайтадан бекітетін болсам, бекіту десем, астына түскен сайын тұра береді, атауы болмаған қай қатарда жүргенімді шатаспау үшін көмектеседі. Енді мен қандай парақшаларым бар көрсете кетейін. Хронометраж бар. Одан кейін ақша деген, уже финанс жағынан бір ойыма идея келсе, бірден ақшаға кіремін да, мен жазам. Не үшін мен бай емеспін деген сияқты жазсам, соны түсіндіріп жазам. Мүмкін мен бай шығармын, соны жазамдар қарай. Немесе қалай ақша табу керек деп жазып қоямын, идея келіп тұрған кезде. Ары қарай уже идеялар жазамын сияқты. Мына жақта арман мақсаттарым бар, мәселелер, бір проблемалар болса өміріңізде деген сияқты. Осыны жазсаңыз, сіз сол проблеманы шешімін іздей бастайсыз. Ал егер осыны жазбасаңыз, сіз уайымдап тұрсаңыз, уайымдап жүре бересіз, ұмытып кетесіз. Қайттан сол мәселеге келесіз, ойланасыз деген сияқты. Денсаулық туралы дәрілер ішетін болсаңыз, мысалға ұмытпау үшін сол дәрілер күнделік. Жалпы осындай. Әзірге хронометражды осылай көрсетіп отырмын. Назарларыңызға рахмет.